Сәлем достар, сіздермен бірге мен Эмма Тока. Бүгін жаңа видео, яғни мектептегі достардың 3-ші сериясы, яғни соңғы серия алып кеттік. Ұнаса тәткеліп лайк басып кетіңіздер. 2-ші серия қысқа болып қалды, сондықтан оған ренжімеңіздер. Ал біз киномызды бастаймыз. Так, балалар, қазақ тілімізді ашамыз. 21-ші бетті ашамыз. Ашыңдар. Енді бірінші жаттығуды жазыңдар. Сосын 3-ті үйге белгілеп алыңдар, жарайды ма? Сендердің ең жақын достарың туралы шығарма жазып келесіңдер. Өздерің білесіңдер, қанша сөйлем болсын, жарайды ма? Жарайды, апай. Ағай деймін ғой. Жақсы балалар. Так, очкиді шешіп қойыңдар. Сендер сабақта отырсыңдар ғой? Мәдениетті жерде. Жақсы, апай. Шеш десеңіз шешеміз ғой. Барлықтан түгелсіңдер, почти. Апай. Сабақ аяқталған екен. Балалар, сабақ аяқталды, енді үйлеріңе қайта берсеңдер болады. Үйде үй тапсырмасын ұмытпаңдар. Жарайды, апай. Рахмет шығарып салғаныңа. Қош жоқ. Сау бол. Мен үйге барғасын күн туралы жазады екенмін. Қызық болып. Енді Айдана туралы жазайын. Ой. Болды. Мен жазамын. Менің ең жақын досым Айдана. Мен ол досымды ерекше санаймын. Мен онымен мәңгілікке дос боламын. Болды. Айдана да мен секілді жазатын шығар. Мен оған сенімдімін. Сенімдімін. Осы мен оларды оғанша қандай екен? Бұл менің досым Айдана маған шақыруға қағаз берген. Науше. Ой, концерт қой, мамам алып берген. Мен өзіме бір оқу жазап аламын. Тұршы, біреу жазып жатыр ма? Алло, Айдана, не болды? Өтінемін, далаға шықшы, мен келіп тұрмын. Жарайды, қазір шығамын. Сәлем, не болды? Мен шақырғанмын ғой. Айтпасын, шығармада кім туралы жаздың? Мен сен туралы жаздым. Мен де сен туралы жаздым. Давай қыдырып келейік. Жарайды, жүр қыдырып келейік. Достар, бұл серияның соңғы сериясы. Ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Мен көптеген видеоларды шығарып отырамын.